Diki шторлар. Шетіндегі партералар түсе береді. Мынандай қойсаңыз да болады мұны. Мынандай хай-тек бар. Гүлдерден қойсаңыз да болады негізі столовыйға. Мыналар да жақсы. Денен ош қойсаңыз да болады, арзандау дейтін болсаңыз. Денен оштың гүлдерлері бар, мына астында. Гүлдерлерді жақсы шығады. Қазір хит болып отқан. Мынандай түрлері бар, мынандай. Денен оштан көп енді түр-түрі. Мен өзімде ілулі тұрғандарын сізге жіберіп жатырмын. Мынандай қойсаңыз болады төбедегіні. Мына гүлдіден. Денен ош қылдыртып. Денен ош, мына қазір двойной ілулі тұрған мына гүлдіден. Мынаның. Бұның денен ошы да бар. О да жақсы шығады. О да евро деген соңғы модельдер жақсы шығып өтіп жатқандар. Астында гүл де жақсы өтіп жатыр, сондай жерлерге қойылатын. Бұлар денен оштар. Дики шторлар, бұл да жақсы. Неше түрлі партераларымен. Мынандай түрі, тоқыма түрі де бар. Астында каменщигімен де бар. Паутина деген де жақсы өтіп жатыр. Хай-тек мрамор, бұл да жақсы өтіп жатыр. Қазірге. Аларда тоқымалар. Мрамор серия. Андай. Денен оштар. Жаңа гүл деп атқаны мынау жақсы өтетін гүл. Сондай жерлер жақсы ашады мына гүлде. Расветкалар бар, темнелау, ашықтау. Олар да жақсы өтіп жатыр мына. Астындағы гүлде, үстінде ортадағы мынау гүлде жақсы өтеді. Мынау да жақсы гүл, хит болып жатқан гүлдердің бірі. Мынау да тірейді жақсы өтеді, құлпырып тұрады. Мынау да жақсы гүл, мынау да жақсы өтеді. Нежныйлар. Қоя берсеңіз болады. Осының ішінен таңдап, мынау ұнады десеңіз, соны істетемін. Қоңырда тоқыма жақсы өтіп жатыр. Мына расветкіде. Олар да жақсы өтіп жатыр. Нежный, жаңа келген маталар.